Саламатсыздар ма балалар? Бүгін мен сендерге математика оқулығының 75-ші сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз есептер шығару. Бірінші есеп. Суреттерге қара. Егер мысалдарды дұрыс есептесең, саябақтардың атауын білесің. Яғни бұл жерде екі сурет берілген, ода сан берілген. Астындағы біріншісін шығарамыз. 10-нан 7-ні аламыз 3. 3-ке 4-ті қосамыз 7. 7-ге қосамыз 2-ні 9. 28 гвардияшылар, панфиловшылар саябағы. Яғни екінші суреттің атауы. Екінші 6 қосылған 3, 9. 9-ны аламыз 4-ті 5. 5-ке 5 тең 10. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағы. Яғни бірінші суреттің атауы. Екінші есеп. Есепті шығар. Саябаққа отырғызу үшін 15 жәшік қызыл, одан 15 жәшігі кем сары гүл әкелінді. Неше жәшік сары гүл әкелінді? Қысқаша жазылу бойынша кері есеп құрастыр. Шартын құрамыз. Қызыл 15 жәшік, сары 5-еуі кем, шешуі 15 алынған 5 тең 10. Жауабы 10 сары гүл. Оған кері есеп құрастырамыз. Сары 5-еу, қызыл 10-ы артық. Шешуі 10 қосамыз 5 тең 15. Жауабы 15 қызыл гүл. Үшінші есеп. Есептерге сұлба таңда. Оларды шығар. Асы. Саябақта концерт өтіп жатыр. Бишілер 10 би билеуі тиіс. Олар 3 би биледі. Биленбеген неше би қалды? Яғни бұған екінші сұлба сәйкес келеді. Шартын құрамыз. Биледі 3, биленбеген 10 би. Шешуі 10-нан 3-ті аламыз тең 7. Жауабы 7 би билеуі тиіс. Әсі. Концертке бір мектептен 70 бала, ал екінші мектептен біріншіге қарағанда 30 бала артық келді. Екінші мектептен неше бала келді? Яғни бұған үшінші сұлбаны сәйкестендіреміз. Шартын құрамыз. Бір мектептен 7 бала, екінші мектептен 30 бала артық. Шешуі 30 қосылған 70 тең 100. Жауабы екінші мектептен 100 бала келді. Төртінші есеп. Салыстыр. 6 дециметр алынған 4 дециметр, яғни 2 дециметр. 5 дециметр алынған 2 дециметр, 3 дециметр, яғни 3 дециметр үлкен. 30 сантиметр, 100 сантиметр алынған 40 сантиметр, 100-ден 40-ті алсақ 60 сантиметр, 60 сантиметр үлкен. 30 сантиметр қосылған 10 сантиметр, 40 сантиметр, 40 сантиметр алынған 20 сантиметр, 20 сантиметр, 40 сантиметр үлкен. Бесінші есеп. Бос түргізге қай фигураны таңдау керек? Яғни ең соңына бірінші номердегі шеңберді таңдаймыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Қош сау болыңдар.